Бұл өмірді жақсы деп мақтауға да, жаман деп даттауға да болмайды екен. Өмір сенің ырқыңа көнбейтін, ащысы мен тұщысы аралас, бас аяғы жоқ, шетсіз, шексіз, таңғажайып бір дүние. Сен оған соғып өтер бір қонақсың. Сөйте тұра, бар ғұмырың күреспен, талас тартыспен өтетіні өте өкінішті екен. Күйзеліске түстім, депрессияға ұшырадым деген сөздерді жиі айтамыз. Іштегіні шығарап, жақсылап жылап алу мен жақын адаммен сөйлесу бізді күйзелістен шығарып жатады. Сарапшылардың пікірінше, 2020 жылы күйзеліс жүрек ауруынан кейінгі ең көп таралған дерт болмақ. Күйзеліске түскен адамның 5 белгісі. Бұл белгілер сіздің бойыңызда бар ма? Мұқият тыңдаңыз. Күйзелістің ең бірінші белгісі ұйқының бұзылуы. Егер сіздің ұйқыңыз қанбаса, бұл жүйке жүйесінің ақауынан болады. Депрессияға шалдыққан науқас ұйықтау арқылы өз күшін толық қалпына келтіре алмайды. Екінші белгісі мазасыздық. Егер адам бір нәрсеге нақты көңіл бөле алмаса, мазасызданса, ұмытшақ болса, шешім қабылдай алмай қалса, бұл да депрессияның белгісі болмақ. Үшінші белгісі салмақтың өзгеруі. Шектен тыс тамақ жеп кетсеңіз, немесе тәбетіңіз жоғалса, дәрігерге қаралыңыз. Депрессия рахат алу мен тәбетті бақылау қызметіне кері әсерін тигізеді. Төртінші белгісі эмоцияның жоғалуы. Бұрын жарқырап, жайнап жүрген адам қабағы түсіп, жұрттан бөлектенуді қаласа, ол адам депрессияға түскен болуы мүмкін. Бесінші, денсаулығының нашарлауы. Адамның денсаулығы өздігінен нашарлап кетпейді. Егер адам депрессияға түсіп қалса, оның не басы, не аяғы, не қолы, және тағы басқа жерлері ауырады. Егер сіз бойыңыздан осы себептердің біреуін көрсеңіз, уақыт оздырмай, дәрігерге қаралыңыз. Себебі күйзеліс ойнайтын нәрсе емес. Күйзеліс, яғни депрессия, күннен күнге әлемдегі көптеген адамды өзінің тереңіне тартып, тығырыққа тіреп қойған қауіпті дерт. Ұлтына, біліміне, әлеуметтік жағдайына, тіпті сеніміне қарамастан, бұл дертке кез келген адам шалдығуы мүмкін. Күйзеліске ұшыраған көптеген адамдар жұрт жүйке ауруына шалдыққан деп ойламасын деген ниетпен өздерінің бұл жағдайынан ұялып, жасырып жатады. Ауруын жасырған аңдамай ажалсыз өледі демекші. Күйзеліске ұшырасаңыз, оны жасырмай, бірден емдеуге көшкеніңіз абзалырақ. Күйзелістен шығудың ең бір жолы дініміз ислам. Ислам діні тек дін емес, бұл өмір сүру салты. Адам исламды үйрену арқылы бұл діннен кез келген мәселенің шешімін табалады. Сол сияқты, дінімізде депрессияға, яғни күйзеліске арналған антидепрессантта кездеседі. Олардың 6 түрін төменде өздеріңізге ұсынамын. Күйзелістен шығу үшін ең бірінші Нәс сүресін оқыңыз. Әдетте күйзеліс адам бойына түрлі күмәндар ұялатып, өзіне деген сенімділік азайған кезде, шайтан құлағына сыбырлап, жамандық атаулының бәрін сенің аулыңа жақындатқан кезде болады. Осы кезде шайтанның азғыруынан сақтайтын Нәс сүресін оқып, дұға ету керек. Және өзіңе сенімің жоғалып, көңіліңізге көп күмән ұялай бастаса да, осы сүрені оқи қойыңыз. Бұл сізді
күйзелістен қорғайды. Тіпті күйзеліске ұшырап қойған болсаңыз да, көңіліңізді көтерері анық. Екінші, уайым қайғыдан сақтайтын дұғаны оқыңыз. Ей Алла, шын мәнінде мен сенің құлыңмын. Менің тағдырым сенің қолыңда. Әрі, сенің үкімің маған міндет. Сенің маған жасаған үкімің әділ. Саған тән болған барлық есіңдеріңмен өзіңді атаған немесе кітабыңды түсірген, немесе жаратылғандарының біріне үйреткен, өзіңнен басқаға құпия еткен барлық есімдеріңмен өзіңе жалбарынамын. Маған Құранды, жүрегімнің көктемі, кеудемнің нұры, әрі мазасыздығым мен уайымымды әкетуші ете көр. Ей Алла, расында мен уайым қайғыдан, әлсіздіктен, жалқаулықтан, сараңдықтан, қорқақтықтан, қарызға бату мен әрі адамдардың басшылығынан өзіңе сыйынамын деп шынайы, шын жүрегіңізбен дұға жасаңыз. Үшінші, қайырымдылықпен айналысыңыз. Басқаларға бақыт сыйлау, мұқтаж жандарға қайырымдылық көрсету, біреулердің қуанышын бөлісу, адамның көңіл күйін көтеріп, шаттыққа кенелтетіні дәлелденген. Формула қарапайым. Сіз біреуді бақытты етесіз, ол сізге қуаныш сыйлайды. Қайырымдылық шараларымен айналысуға үлкен қаражатыңыз да болмауы мүмкін. Алайда, қайырым дегеннің өзі кішкентай нәрселерден басталмай ма? Ол қажетсіз, бірақ пайдалануға жарамды заттарыңызды таратып беру, балалар үйіне бару, мұқтаж жандарға түскі ас ұйымдастыру, тіпті бір аш адамды тойындыру болуы да мүмкін. Сіздің себебіңізден бір адамның қуанышқа бөленгенін көрсеңіз, сіздің де көңіл күйіңіздің жақсы жаққа қарай өзгеретіні анық. Төртінші, табиғатта серуендеңіз. Күйзелістің тағы бір белгісі адамның бүкіл өміріне басшылық етіп, күш-жігерінің бәрін тартып алады. Байқасаңыздар, күйзеліске түскен адамдардың көпшілігі ешкіммен кездескісі келмей, өз-өзінен жабылып, тыныштықта үйде қамалып отыра бергенді қалап жатады. Мұндай адамдар қиын да болса үйден шығып, серуендеп, айналасындағы табиғаттың әдемі көріністерін тамашалағаны жөн. Алланың құдіретін түсініп, мына әлемді жаратқандағы шеберлігін ұғып, тіпті құстардың қарапайым әніне назар аудару арқылы біздер күйзелістен шығуға қадам жасаймыз. Бесінші, өзіңізге хобби табыңыз. Күйзеліске түскен адамның уақыты көбірек болса, айналысатын ештеңесі болмаса, онда ол уайым қайғыға тіпті салына түседі. Ал жаңа хобби күйзелістің алдын алады. Ауыр қайғы қасіреттен сақтайды. Әсіресе кітап оқу, Құран үйрену, діни блогтар жүргізу секілді хоббилар нәтижелі болады. Фильм көру, немесе жеңіл-желпі істермен айналысу секілді хоббиларды пайдалы іске жатқызбаймыз. Алтыншы, өз өміріңіздің жеңілдігін ойлаңыз. Жоғарыда аталған кеңестердің бірі де көмектеспесе, онда осы пункт сіздің пайдаңызға жарары анық. Өзіңіз уайымдап жүрген мәселені ойға алып, өзіңізге мұның бәрі пайғамбарымыздың басынан өткерген ауыр жағдайлармен салыстыруға бола ма? Мен ол көрген қайғы қасіреттің 1% болса да көрдім бе? деген сұрақ қойыңыз. Ол кішкентайында жетім қалды. Өзі арқа сүйеген ағасы мен әйелінен айырылды. Балалары бірінен кейін бірі өмірден өтті. Туыстары соңынан қалмай қудалап, ақыры туған жерінен қуып тынды. Сіздің басыңыздан бұдан да ауыр жағдайлар өтті ме? Әрине, біз күйзелістен шығудың оңай еместігін білеміз. Алайда, шығам деген шынайы сезіміңіз
әрі шешіміңіз болса, осы қадамдардың барлығы сізге көмектесеріне сенімдіміз. Әр адам өз өмірінің суретшісі демей ме? Өміріңіз өз қолыңызда. Тұңғиыққа батып, уайым кемесіне мінесіз бе? Әлде деніңіз сау, бақытты, бай қуатты өмір сүресіз бе? Бәрі өз қолыңызда. Құрметті оқырман, ақпарат сізге пайдалы болса, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Себебі алдағы уақытта сіздермен бөлісерім көп. Менімен бірге болыңыздар. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, каналыма тіркеліп, өз ойыңызды комментария бөліміне бөлісе кетіңіз. Келесі видеоларда жолыққанша сау, саламатта болыңыздар.